Баршаңызға сәлем. Бүгін біз екі супер танымал ойын Roblox пен Minecraft'ты салыстырамыз. Олар екеуі де креативті sandbox жанрында. Бірақ әрқайсының өз ерекшелігі бар. Бүгінгі видео барысында біз артықшылықтар мен кемшіліктерін, қай жылы шыққанын, қанша адам ойнайтынын бәрін талқылаймыз. Roblox шыққан жылы 2006, ай сайынғы белсенді ойыншылар 207 миллионнан астам. Артықшылықтары шексіз креативтілік, ойыншылар өз ойындарын жасай алады, сценарий құрады, бағдарламалайды. Әр түрлі жанрлар, аркада, RPG, приключение, жарыс бәрі бар. Әлеуметтік ойын, достарыңызбен ойнау жеңіл. Чат жүйесі бар, жеңіл графика, ескі телефондарда да ойнауға болады. Ойыншылардың экономикалық жүйесі, Roblox арқылы сатып алу, эксклюзивті элементтер. Трендтегі ойындар, күн сайын жаңа ойындар шығады. Бағдарламалау тәжірибесі, Lua тілі арқылы ойын жасау мүмкіндігі. Кемшіліктері, графика қарапайым, кейбір адамдарға тартымсыз, сапасыз ойындар көп, кейбір ойындар көңіл көншітпейді. Серверлік лагтар, кейде кідіріс болады. Қауіпсіздік мәселелері, жасөспірімдерге арналған контент кейде бақылаусыз. Кейбір элементтер ақылы Roblox қажет. Minecraft шыққан жылы 2011, альфа нұсқасы 2009. Ойыншылар саны 300 миллионнан астам. Ай сайын 170 миллион белсенді ойыншы. Артықшылықтары: шынайы құру әлемі, квадрат блоктардан қала, шахта, механизм жасауға болады. Сюжет пен приключение, survival режимінде өмір сүру, ресурстар жинау, монстрлармен күресу, модтар мен серверлер. Қолданушылар көптеген модификациялар жасайды. Серверде достармен ойнайды. Redstone механикасы, логикалық құрылғылар мен машиналар жасауға болады. Көп ойыншы режимі, үлкен қала, ферма немесе темір жол салуға болады. Графика қарапайым, бірақ атмосфера керемет, креативке шек жоқ. Кемшіліктері: әлеуметтік элемент аз, достарыңмен ойнау үшін серверге қосылу қажет. Сценарий шектеулі, шексіз ойын жоқ. Негізінен survival және буллдинг. Бастапқы күрделілік, крафтинг пен survival күрделі болуы мүмкін. Блоктық графика кейбіріне тартымсыз. Roblox экономикасы ай сайын 207 миллионнан астам белсенді ойыншы. Minecraft survival құру, Redstone логикасы, модтар 350 миллионнан астам. Белсенділік 170 миллион. Егер сіз әр түрлі ойын түрін жасап, достарыңызбен ойнағыңыз келсе, Roblox. Егер сіз құруға және приключениеге және логикалық механизм жасауға қызықсаңыз, Minecraft. Ал сіз қай ойынды ойнайсыз? Сіздің ойыңызша қай ойын мықты, қай ойын әлсіз? Бүгінгі шығарылым ұнаса, арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіз.